7-ші бөлім. Жайманың аржағынан ала тақиялы саудагер ұйғырлар мен уақ-түйек сататын қытайлардың бастары қылтияды. Қалашыларды әр дүкеннің алдында бір апарудан Естайдың өзді жалығайын деді. Ауылда қарыс жерге атқа мініп баратын қырғазағы көшеде малтығып аяқтарын баспайды. Және аттап басқан сайын жаймадағы өрік мейіз қант кәмпитке тоқтай қалып айнал соқтай береді. Ай тамыр, мынауың өрік пе дейді, өріктің бір талын аузына салып жатып. Өрік екенін көріп тұрып сұрайды. Мұндай сұрауға еті өліп кеткен саудагер ерінбей жауап береді. Қадағы қанша тұрады? 2600 сом. Ай тамыр-ау, мынауың қымбат қой, кем түсейші, дейді Байжұма өзін саудаға жүрік екенін сездіріп. Өзің қаншаға бересің? 1200. 2200-ден бір тиынгемі жоқ. Олай болса өзің біл, деп әдейі теріс айналып екінші жаймаға бет алады. Ай, байекі тоқтай тұр, деп дауыстайды саудагер. Жарайды, ағайын адам екенсің, 1800, одан бір тиынгемі жоқ. Байжұма Бақтиярлар артына марғау бұрылады. 1600-ге берсең, 5 қадағын өлші, таразың дұрыс пөзіңнің, дейді қайта айналып келіп. Тараздан жеп не көрініпті? О дүниеде таспақа болар жайым жоқ, дейді саудагер. Сонан соң саусақтары дірілдеп өрігін өлшей бастайды. Осылайша сатушы мен алушының арбасқан саудасы жүріп жатады. Қоржынның екі басы тоғайып, жүк ауырлай түседі. Шай, қант, көйлектік кездеме, кәресін, тұз дейсің бе, толып жатыр. Іш пыстырған ұсақ сауда Естайдың әбден жүйкесіне түйді. Бұған салса, бір сағаттақ бәрін алып үлгереді. Ал ауылдан келген ағайындар саудаласудан жалықпайды. Ырғасып тұрып 5 тиын болса да арзан қалғысы келеді. Бірақ сол заттың өз бағасынан әлденеше қымбатқа түскенін біле бермейді. Қанша жансебіл болғанымен күнеңкейе келе буыншақ түйіншегі молайған базаршылар шаршайын деді. Жүк ауырлаған сайын қалта жұқарып барады. Ақырында Нұрғазы Естайға бұрылып: "Саған тиесілі ақшаны өзіңе беріп қояйыншы. Ұсталып кетіп масқара болып қалармын", деп қалтасына қолын салды. Кейін ауылға барғанда бірден аларсың. 4 көшенің түйіліскен жерінде қырғазағы Ашпұзыл деп аталатын шайханалар барды. Азғатар орналасқан сондай Ашпұзылдардың алдында семіз қойдың бұзылмаған тұтас ұшасы ілулі тұр. Оларды жұрттың көзін тарту үшін әдейіліп қояды. Қасқандарында пісіп жатқан мантының буы бұрқырап, оған қуырылған жуамен майдың иісі қосылып, әрі бір өткен жүргіншіні еріксіз бөгіп өзіне шақырып тұрады. Сәскеден бір тамақ ішпей қарындары аша бастаған біздің базаршыларда Ашпұзылдың тұсына келгенде жылан арбаған торғайдай кібіртіктеп бөгіліп: "Маналарың ас беріп жатыр ма, әлде үлкен той бар ма? Мал сойылып қазан асылыпты ғой", деді Ұзақ басына ештеңе түсінбей. Жолдастар Ұзақтың аңқаулығын сансаққа жүгіртіп: "Я, Жасыбай орнынан түскеніне той жасап жатыр" деген. "Ай, Ұзеке, 4 өлдің, сенде бір ақсақал емессің бе? Өзің баста. Мүмкін ат мініп кит киіп қайтарымыз" десіп, жас жігіттердің бірі атып бірі қағады. Естай күлкісін түйіп Ұзаққа жағдай түсіндірді. "Ұзек-ау, бұл той емес, асқана ғой. Мұнда кірген адам қалаған тамағын сатып алып ішеді. Тамақты да сатады", деді Ұзақ қайран қалып. Байжұма Бақтиярлар шалды сылтау етіп күлгенімен өздері де сол жақтан көз айырмай сілекейлері шұбырып ақ тұр. Қыр адамына қашанда қаланың тамағы таңсық, майы сорғылаған сарпалаумен ыстық манты жерік асындай қанша жеседі тоймайды. Шеткі шайхананың тұсына келгенде Байжұма шыдай алмай Нұрғазыны қажай бастады. "Ай, атаны өгіз сатқан атың бар ғой, мантиге отырғызсайшы." "Өзіңше, сен неге отырғызбайсың? Мен өгіз сатсам, сен бір биенің ақшасын қалтаңа басып отырсың", деді табиғатынан сараңдау Нұрғазы маңайлатар емес. "Ай, қараулық жасама. Есіңде ме, былтыр астық сатып келгенде мантиге бір той қызбедім ғой. Пай, осы соны әлі ұмытпай жүрсің бе?" деп Нұрғазы жұмсара бастады. "Естай, сен білесің ғой, бір табақ мантысы қанша болушы еді?" "Түк емес, арзан", деді Естай күліп. "Ауылда бір қонған қонаққа қой сойып тастайтын ағалардың қалада тиын сауғансып
саудаласып тұрған оған бір түрлі қызық көрінді. Бұлар ақыры шайханаға кірді. Алдына шалғыш байлаған ұзын бойлы мұртты ұйғыр қазандықтың желкесінен шығып, әрбір өткен жүргіншіге естірте ауыз жаппай сайрап тұр. Май жейсің, май, яқ жейсің, яқ, келің, бордақ қойдың етінен жасаған манты бар, кәне келе қалыңдар. Сонан соң бұл бұрқыраған көлемі кішігірім шаңырақтай қасқанның қақпағын жұлып алып, табаққа манты сала бастайды. 1 манты, 2 манты, 3 манты, 100 манты. Естайлар кіріп үстелге отырысымен әлекеде жаланған жабзас жігіт бұлардың алдына бір табақ мантын және шайнекпен шай келіп қойды. Мана домаланып жатқаның не бәле? Деді ұзақ шегіншектеп. Нағыз тіске жұмсақтың өзі. Көп сөзді қайтесің, соға бер, деді оған Бақтияр. Енді біраздан соң базаршылар мантыға лық тойып, терлеп тепшіп көшеге шықты. Күн Бақты тауының желкесіне барып қалған. Қашқар мешіті жағынан екінті намазына азан шақырылып жатыр. Кейбіреулер дүкендерін ертерек жауып, үйлеріне қайта бастады. Ал жігіттер, осы олжамызбен үйге қайтайық. Енді қалған ұсақ түсекті ертең алармыз, деді базаршылар. Естайға керегіді осы уәде бойынша мұны дәл қазір жолбарыс күтіп отыруға тиіс. Ағайындарын ертіп әкеліп Нұрбектің қорасына енгізді де, бүгін бізбен бірге бол дегендеріне қарамай, өз пәтеріне қарай асығыс жүріп кетті. Екі жігіт Естайдың пәтерінен шыққанда, батар күннің соңғы сәулесі көшедегі биік шынылардан ұшар басына ғана балбұл жанып тұрады. Күндізгі аптап ыстықтың беті қайтқан Шәуешек қаласының майда қоңыр бір тыныш кеші басталып келеді. Қаланың бұл өңірінде адам аяғы сиреп, кешкі серуенге беттеген некен саяқ жастар көзге шалынады. Бұл сәтте әдет бойынша қаланың күн бойы тыным таппайтын мазасыз жұрты үйдейлеріне тарап, ауласындағы асқабақпен үзім сабақтары тырмысып өскен салқын басеткада рахаттанып шай ішіп отырады. Жас жігіттердің көңілінде алабұртқан бір күй бар. Осынау әдемі жазғы кеш белгісіз бір тұңғиыққа, алыстағы шуақ төңірге шақырғандай болады. Бұрын оқу деп, мұғалімдердің таусылмас тапсырмаларын орындаймыз деп жүріп, уақыттың қалай өткенді байқамаушы еді. Енді сол мәңгі бітпейтіндей көрінген оқуды аяқталыпты. Бір жағынан олар иықтарынан бір батпан жүк түскенде өздерін еркін сезінсе, екінші жағынан дағдылы тіршілік ырғағының бұзылуы да адамға оңай тимейді. Үлкен өмір айдынында тұңғыш қадам басқан жас жүрек өзіне жаңа өрсіз деп тыпыршып қобалжиды. Кенет олардың назарына арт жағынан тайып қалған думанды топ аударып кетті. Ілешала дәл қастарынан көшенің ұлпа шаңын көтеріп, қоңыраулы жеңіл күйме зулап өтті. Параттың қамыт доғасына қызылды жасылды лента байлап тастаған. Түпкі жегілген қарарғымақ зар желгенде сыңар езулеп сырт жаққа көкжие қаңтарып тастаған шеткі жирен тітректеп шауып барады. Күймеге тиелген сәнді топ гармонға қосылып татар жырына басқан. Оның соңынан құйындатып тағы бір тарантас шауып өтті. Онда да лық толы қызғырқын жігіт желең. Шамырқана тасып төгілген көңілді күлкі топанның арасынан жыр әуені келет құлаққа. Апыр топыр қойлар кейла, ортасында бір қара, ақылың болса ойлап қара, бұл пәниде кім қала? Татар жырының мың құбылған ойнақ әуені күймелер көшеге айналып кеткен соңда талайға дейін естіліп тұрды. Той ғой, қыз ұзату той, деді жолбарыс күрсініп. Қалыңдықта кетіп барады. Шіркін таң атқанша бір жырлар ме еді? Деді Естай алабұртып. Үйленсеш, сенің тойыңда бір жырлап қалайық. Жасың үлкен, кезек сенікі емес пе? Мені күтпей қой бауырым. Мен үйленгенше сақалың бел орнына түсіп жүрмесін. Неге? Өзім ешкімге ғашық бола алмаймын. Ал зорлап алып беретін әке-шеше тағы жоқ. Сонда не істеуім керек? Асық ба? Махаббат әлақ есіңнен тандырып құйындай соғып өтеді. Ал мына сенің жағдайың басқа, деді жолбарыс Естайды ғажап. Іздегеніңді таптың, шіркін ғашықтар өздерін қалай сезінеді екен? Жақсы шығар. Кім білет, біздікі де жай далбаса ғой, деді Естай күліп.
Әйтеуір дүрия десе есіңнен айырыласың. Соншалық керемет сұлу өзі. Қазір көресің ғой, бүгін саған қалайды таныстырам. Ол қыз мұнда кімнің үйінде тұрады? Нағашылардың үйінде. Ережеп дегенде естуің бар ма? Қайсы Ережеп? Атақты алып сатар Ережеп пе? Иә, соның дәл өзі. Білгенде қандай. Бала кезімде мен оның есігінде бір қыз малайлықта жүргенмін. Ал Дүрия кімнің қызы? Біздің елдегі Нұғман деген байдың қызы. Дүрия Ережептің қарындасынан туған. Енді түсіндің бе? Баяғы осылай демейсің бе? Нұғманды ғой білем. Қармақты мықты жерге салған екенсің, жігітім. Бұлар жол жөнекей әрінен әңгіме етіп, жауыртамның арасын бөліп жатқан терең сай ішіндегі Қарасудың жағасына келді. Аржақ көтетін жіңішке тақтай көпірдің тұсына аялдап, киімдерін қағып бәтеңкелерінің шаңын сүртті. Су бойындағы көгалда біреу шапанын жайып қойып, атының шылбырынан ұстаған күйі намаз оқып отыр екен. Жігіттерді көре салып апыл-ғопыл орнынан тұрды. Екеуі де бірден танып, жұрт қасқатты қайыршы деп атап кеткен, ат үстінде жүріп тіленшілік ететін кәдімгі Қоқымбай шал. Естайлардың қасына жақындай бере жүрелеп отыра кетті де алақан жайып дұға қылды. Ал шырақтарым, жаман аталарыңа қайыр садақа бере көріңдер. Естай қалтасына қолын салып қайыршыға шетім үзілген көкалақ қағаз ұстатты. Шал қимылына көз ілеспей ақшаны лып еткізіп қалтасына сүңгітіп жіберді. Өркенің өссін шырағым, бұл дүниеде жамандық көрме. Жолбарыс бұларды сырттай бақылап тұрған. Былай шыға бере Естайды қолынан ал. Сол сұмырайға несіне садақа беріп жүрсің өй? Қалтаңа ақшаң сыймай бара жатса, маған ақ бермейсің бе? Ыңғайсыз ғой енді, оғанда күн көру керек. Несін қайсыз? Астында аты бар, екі беті шиқандай қып-қызыл. Осындай қайыршы бола ма? Қой жүгі, жақсы жолға кетіп барамыз, бәлкім дұғасы тиер, деді Естай көңілдер. Қанша айтқан мен өз қайыршымыз емес пе? Өз қайыршымыз, деп күбірлет жолбарыс қайтылап. Жас жігіттер өрге көтеріліп төрт көшенің түйілісінде үлкен көк қақпаның алдына келіп тоқтады. Айналасын биік дауылмен қоршаған кең аула, төрт жақта көп бөлмелі. Темір шатырлы әсем үй, оның сыртқы жағында саялы аллеясы үлкен бақ бар. Қаладағы дәулетті кісілердің үй салу форумы осындай. Естай қақпаның алдында ішке кіруге бата алмай біраз тұрды. Аржағының әлдегімнің дауысы жұмсаған әмірлі дауыс естілді. Дүрия көрінбес пекен деп Естай қақпаның жарығынан сығалап ет, қарбалас жүгіріскен қызметшілерден өзге көзге ешкім түспеді. Жігітім, осында тұрамыз ба? Ішке кірелік, деді жолбарыс тықыршып. Тоқта, кіруге болмайды. Неге? Мені бұл үйдің адамдары ұнатпайды. Өзің қызбен келіспеп педің? Сенің келетіңді біле ме? Біледі ғой, соңғы емдекан күні күтпек болған. Онда қақпаның алдында сөмірейіп тұрайық осылай. Осы сәтте көше жақтан сылдырлаған қоңырау дауыс естілді. Қос күрең жеккен жеңіл фаэтон осылай қарай салдырлатып келеді. Екі жігіт жылыстап көшенің қарсы бетіндегі үйеңкінің қалқасына барып тұрды. Фаэтон қақпаны сүзе келіп тоқтады. Делбе ұстаған жастау жігіт секіріп түсіп қақпаны ашуға ұмтылғанда, фаэтонның арт жағынан ұзын бойлы сындардай жас офицер түсіп жатты. Сарғыш гимнастерканың сыртынан айқыш-ұйқыш қайыс асынған. Белінде тапаншасы бар. Қонышын гармонша жиырып тастаған су жаңа хром етік сонадайдан жалт-жұлт етеді. Әлгі офицер болар болмас аялдап төңірекке немгеттілеу көз салды да маңғаз басып ішке кіріп кетті. Өзі сәл еңкейіп, топшысы сынған тырнадай оң жақ иығын салбыратып жүреді екен. Былай қараған кісіге бүйіріндегі тапаншасының зіл салмағы басып бара жатқандай әсер қалдырады. Мынауың кім ей? Деді жолбарыс Естайдың бүйірінен түртіп. Ережептің немеренесі капитан Ермек, деді Естай әлденеден дауысы қарлығып. Рас сол ма? Мүлде өзгеріп кетіпті. Ол Манас бойында армия қатарында сияқты еді ғой. Жақында қайтып келген, қазір аудандық сақшының бастығы. Ал керек болса, енді не істейміз? Осылай тұрамыз ба? Меніңше бұл үйде біз қарайлайтын ештеңе қалмады-ау деймін. Неге?
Бірен-саран қыз жаңағы жас офицердің өзінен де артылмас. Не шатып тұрсың ей? Осы сөзің үшін аузыңды бұзып жіберейін бе, деді Естай жолбарыстың жағасынан ала түсіп. Жолбарыс сасып қалып, жолдасының дәл бұлай ашуланғанын көрмегенді. Кешір Құдай үшін, байқамай аузымнан шығып кетті, деді Естайды құшақтап. Шын айтам, кейде менің бет алды оттай беретінім бар. Олар дауалды жағалап, айналасында қаз қатар шынар егілген бақтың тұсына келді. Төңірек тып-тыныш, бақтан әрі қарай жоңышқамен жүгер егілген кең алқап жалғасып жатыр. Кенет ішкі жақтан баяу созылған нәзік ән естілді. Мынау дүрия ғой, сол ән айтып тұрған, деді Естай сабыры қалмай. Оны қайдан білдің? Бәстігім, соның дауысы. Мұндай әнді басқа кім айтушы еді? Жас жігіттің жүзі балбұл жанып, көздері жайнап кетті. Алда байқұсай шын ғашық екенсің ғой, деді жолбарыс күліп. Кел, менің иығыма шығып қараш, сол мекен. Естай лып етіп жолбарыстың кең иығына аяғын қойды да давалдың үстіне секіріп шықты. Бағышы ала көлеңке, томағасын алған бүркіттей төңіректі тез шолып өткен жігіт өзінен 50 қадамда жерде қосшынардың арасындағы әлпеншекте тербеліп отырған ақ көйлекті қызды көрді. Сол екен, өз жалғыз отыр, деді алқына сыбырлап. Ендеше тарт қолынан. Естайдың білегінен ұстаған жолбарыс давалдың үстіне дікете түсті. Па шіркін, айдындағы жалғыз ақ Құдай болып отыр екен ғой, деп көзімен ішіп жеп барады. Енді не қып отырсың? Бармайсың ба? Сен де жүр, таныстырайын, деді Естай. Тек көп сөйлеп жүрме, бүлдіріп алып жүрме. Шыдап бағармын. Екеуі ішке секіріп түсті де, аяқтарын сыбдырсыз басып қыздың қасына жақындап. Дүрия ештеңені сезетін емес, жалпақ тақтайға бекітілген арқанның жақтауына сүйеніп ыңылдап ән айтып отыр. Бұл елде көп айтылатын белгілі ән, бірақ Дүрияның аузынан шыққанда ерекше құлпырып әсерлі естіледі. Төңкеріс кезінде жорықта жүріп елін сағынған азаматтардың әні. Тарбағатай біздің жер, кейін қалдау қайран ел, сағынарсың бізді ойлап, бұралып өскен қима бел деген қайырмасы ап-анық жетіп тұр. Ән шорт үзілді. Дәл қасынан шыға келген екі адамның қарасы көрініп, қыз ақ деп орнынан атып тұрды. Біз ғой, Дүрия, қорықпа, деді Естай бұрынырақ тіл қатып. Жүрегім ұшып кете жаздады ғой. Қыз әлі де өз-өзіне келе алмай, жігіттерге үрке қарап тұр. Бұларыңыз не? Бейуақытта баспалап жүргендеріңіз. Не істейміз енді, қақпа беріп, сонан соң Алпамыс батыр сияқты қамалдан секіріп түстік, деді Естай әзілдеп. Қыз жымиып күлді. Алдына келіп тұра қалған екі жігіттің бас аяғына қарап өтті. Ал онда төрлетіңіздер, деді әлпеншектің қасындағы арқал орындыққа нұсқай отырып. Дүрия, танысып қой, бұл менің бірге оқитын жолдасым Жолбарыс, деді Естай серігін меңзеп. Жолбарыс, атыңыз тым қорқынышты екен. Қыз қолын ұсынды. Менің атым Дүрия. Білем, Естай, сіздің атыңызды менің құлағыма құйып болған, деді Жолбарыс күректей қолымен қыздың сүйріктей саусақтарын ала беріп. Ал менің атымнан шошымай-ақ қойыңыз, жай естір құлаққа ғана солай, әйтпесе өзімді қояннан да қорқақпын. Дүрия сықылықтай күліп жіберді. Күлкісі сондай әдемі екен. Әппақ маржан тістерін көрсетіп, баладай бүкпесіз шынайы күледі. Жұртты үйлендіру үшін әдейі қулықпен қойылған ат екен ғой. Жолбарыс соны қостай қойды. Қайтеміз, заман солай. Бұл күнде қорқақтар өзіне батырдың атын, сараңдар Атымтай Жомарттың атын қойып алып жүрген жоқ па? Неге тұрсыздар, отырыңыздар, деді Дүрия қайталап. Сонан соң-ақ көйлегі тобығына төгілі бұрала басып барып, орындыққа өзі бірінші боп жайғасты. Қос өрім тоқ бұрымы орындықтың арқасына орала берген соң иығынан асырып алдына тастады. Жігіттер қыздың екі жағынан орын алды. Алғаш рет көрген Жолбарысқа Дүрияның қос жанары ботаның көзіндей тіпті үлкен боп шалынды. Кірпіктер сабаудай, аппақ балғын жүзі батар күннің соңғы шапағымен нұрланып, қызара толқып тұр. Оң жақ бетінің ұшында тарыдай ғана меңі бар екен. Бейне кірпігінен үзілген бір тамшы жас домалап барып, сол тұсқа келгенде мәңгі қатып қалған тәрізді. Ой, кешіріңіздер, Дүрия қайтадан ұшып түрегелді. Айтпақшы, сіздер бүгін оқу бітірдіңіздер ғой, құттықтаймын, деп екеуінің қолын алып шықты.
ойымда болып ет, баруға ұялдым дед қызарып. Аттестат берді ме? Көрсетіңіздерші. Сол құрғыр әлі қолға тимей тұр, бір-ек күнде беріп қалар дед жолбарыс. Ой, қандай бақыттысыздар, ондай күнге жету үшін бізге әлі бақандай 1 жыл бар. Оған несіне асығасың? Мен оқудың бітіп қалғанына өкініп отырмын деді Естай. Бой жеткен қыздардың оқу бітіруге неге асығатын түсінем деді жолбарыс. Ал айтыңызшы, неге асығат? Тезірек күйеуге тию үшін қойыңызшы, сіз тіпті айдалаға лағып кеттіңіз деді Дүрия бұртиып. Көңілің ауыралма, бұл өзі бір әзіл қой жігіт деді Естай қыпылықтап. Жолбарыс қызға көлденеңнен қарап отыр. Тәңірім-ай, адам баласының құлағында осындай әдемі болады екен ғой деп ойлады да Дүрияның күміс түймедей әппақ құлағына көз салды. Тал бойында бір міні болсайшы, мұнан алған жігітте арман бар мекен? Амырт үйіріліп көлеңке қоюлана түскен, бақтың қараңғы түкпірінен бұлбұлдың сайраған естілді. Аспанның төсіне қағып қойған алтын шегедей жұлдыздар көріне бастады. Мұнда не бітіріп отырмыз, Дүрия? Біз сені киноға шақыра келдік деді Естай қыздың қолынан ұстап. Дүрия төмен қарады. Кешіріңіздер, мен бүгін ешқайда бара алмайым деді сосын Естайға бұрылып. Ауылдан көкем келіп жатыр. Бүгін Оқасбай қонаққа шақырған екен, кешікпей сонда баруымыз керек. Үлкендердің арқасында сен ешкім іздей қоймас. Жоқ, ыңғайсыз ғой. Оқастың қыздарына келем деп уәде беріп ем. Дүрия етегін қағып орнынан түрегелді. Ал біз не істейміз? Көзіміз бозарып кете барамыз ба? Деді жолбарыс Естайдың иығына қолын артып. Дүрия бізді бәрібір қонаққа шақырмайды. Үй менікі емес қой. Кейін өзіміз үй болғанда шақыратын болармыз деді Дүрия езу тартып. Осы кезде үй жақтан осылай қарай беттеп келе жатқан біреудің қарасы көрінді. Ау, Дүрия қайдасың? Деп дауыстады бер таман келіп. Әнеки, Ермек ағай келе жатыр деді Дүрия жігіттерге сыбыр етіп. Нағашы, мен мұндамын. Ала көлеңке ағаш арасынан манағы күймеден түскен офицер шығып, бұларға қарай бет алды. Жалаңбас кителінің түймесі ағытулы, ақ көйлегінің омырауы сонадайдан көрініп келеді. Сен іздеп таба алмай жүрсем, мұнда екенсің ғой деді Дүрияға жақын келіп. Қыздың қасында тағы біреулер тұрау деген ой кәберімде де келетін емес. Жирен шашын желкесіне қарай құлата қайырған шегіргөз сары жігіт жарқылдай күліп Дүрияның қолынан ұстады. Жүр, үйге барайық, сені көкең шақырып жатыр. Дүрия жалтақтап жігіттерге кезек қарады. Сіздер мүмкін таныс шығарсыздар деді қысыла тіл қатып. Бұлар гимназияның оқушылары, ал мына кісі менің нағаш ағайым болады. Ермек бұларды жаңа байқағандай енжарлау қарап өтті. Миығынан менсінген мысқыл үйірілді. Сен баланы бір жерден көрген сияқтымын деді Естайға бұрылып. Кімнің баласысың? Естай қырсыға жауап берді. Оның сізге қажеті қанша? Мен Қанағат деген кісінің баласымын деді дауысын әдеттегіден гөрі жуанырақ шығарып. Не дейді мынау? Ермек қарқылдап күлді. Ана жылы ғана танауыңды сүрте алмай жүрген бала емес пең? Сойталдай болып өсіп кетіпсің, Қап, мыналардың ызасын-ай. Естай қатты қорланды. Ал сен кім боласың? Ермек енді жолбарысқа бұрылды. Ол мырс етіп күлді де. Қалай десем екен, айтқанымен бәрібір ұмытып қаласыз ғой. Баяғыда сізді бір қыз шанамен гимназияға тасығаным есіңізде бар ма? Онда сіздің әлі де капитан шенін алмаған кезіңіз деді. Ермек бұл сөздің астарындағы ажуаны жортаңғарып болды. Есімде жоқ, біздің үйде талай қызметші болған, кім білсін қайсы екен. Білем, сол кезде-ақ еске сақтау қабілетіңіз нашар болатын, сабаққа үлгірмей үнемі екі алып жүретінсіз. Бұл сөзге Дүрия сыңғырлай күліп жіберді. Ой, нағашы, сіз де сондай жалқау медіңіз. Жүгенсіз кеткен көше баласын не айтпайды деді Ермек жарлардай сызданып. Мұндайларды сен делтіп бос қоймай әскерге алу керек. Бәрібір бақшаға түсіп, ал мұрлағаннан басқа ештеңе бітірмейді. Білеміз ғой гимназистердің жағдайын. Манадан бері есе қайрам деп тұрған Естай осы тұста аузын басып қалды. Енді әскер жинап қайтесіз Ермек мырза. Өзіңіз Манас бойындағы алдыңғы шепті тастап қашып келген жоқсыз ба? Мынаны қарай көр. Тілің шығып қапты, деді Ермек шымбайына қанша батса да сыр бермеуге тырысып. Бірақ сен өзіңнен өрескел саяси қате жіберіп тұрғаныңды сезесің бе?
Осы сөзің үшін қазір апарып қамартып қойсам қайтер едің? Я, сізден оны да күтуге болады. Естай ештеңеден қорықпайтын рай танытып, екі қолын қалтасына салды. Енді бейбіт халыққа Қожаңдаудан басқа сіздің қолыңыздан не келеді? Қайран әйел затай, жас сұлу әйелдердің өзін жақсы көретін екі еркектің ортасында кейде осылдай гүл-гүл жайнап, бұлқысып бір тұратыны бар ау. Егер осындай халге жігіт душар болып, өзін сүйетін екі әйелдің арасында түсіп қалса, өзін қоярға жер таппай қысылар еді. Дүрияның жаны жай тауып, назданып бір күлді де. Жоқтан өзгеге шекісіп, сіздерге не болған мырзалар? Дед жігіттерге еркелей үн қатып. Соны айтқанда өзі бұрынғысынан да әдемі боп кетті. Жоқ, мен бұлар тегін жібер алмаймын. Жаңағы сөздер үшін заң алдында жауапқа тартамын деп ермек өршелене бастады. Дүрия одан арман сықылықтай күлді. Қойыңызшы нағашы, бұл жолы сіз жеңілдіңіз. Естай сізді оңдырмай отырғызып кетті, деп оның қолтығынан алып үйге қарай жетектеді. Көріскенше сау болыңдар жігіттер. Байқа күшік, біз әлі талай кездесеміз деп айғайлады Дүрияның жетегінде кетіп бара жатқан ермек. Бақыттарың бар екен, қыз алдында абыройларың төкпей-ақ қояйын. Ай, көтеріп тұрған аспаның болса, тастап жібер деп Естай есесін жібермей қалды. Олар кешкі мұртта ағараңдап ұзап бара жатқан қыз тұлғасы көзден ғайып болғанша тапжылмай тұрды да, жаңағы жерден қайтадан көшеге асып түсті. Енді не істеу керек? Үйге қайтуға әлерте, еңселері түсіп, қалалық паркке қарай аяңдады. Бұл парк Шәуешектегі ең көрікті жері болатын. Ішінде кең кинотеатр, жаздық эстрада сахнасы, демалып отыратын гүл алаңдары, қайықпен серуен жасайтын тостағандай әдемі көлі де бар. Кеш бассақ, қала халқының ағылып кеп бас қосатын жері осы. Әсіресе жастар жағы паркты күніне бір сүзіп шықпаса, көңілдері көншімей тұрады. Жігіттер келгенде парктың іші құжынаған адамға толы еді. Неше түрлі жеміс-жидек, тәтті тағам сатып отырған жаймашы саудагерлер осында. Екеуі афиша көңілді. Горький Сакадзе фильмі жүріп жатыр екен. Кіреміз бе? Деді жолбарыс Естайға қарап. Осы фильмді кемінде 15 рет көрген шығарым. Зауқым соқпай тұр. Жүр онда жаздық сахнаға барып концерт тыңдайық. Мұнда қаладағы көркем өнерпаздардың концерті жүріп жатыр еді. Орындықтар бос емес, Естайлар арт жақтан келіп мойын созды. Көбі талай қайталанған нөмірлер. Ұйғырдың 2 кептер 6 болады, 6 кептер 80 болады деген күлдіргі әнін алашапан киген біреу сарнап айтып тұр. Бір кезде жұрт ду қол соқты. Ойбай, ананы қара, Шәкен ағай шықты деді жолбарыс алғын тілей түсіп. Сахнаға орта бойлы аққұба жігіт шыға келді. Бұл гимназияның мұғалімі атақ тәнші Шәкен Елубаев еді. Естайларға география мен әннен сабақ берген. Ақ көңіл, үнемі жарқылдап күліп жүретін тамаша жігіт. Шәуешек жұртының маңдайға басқан жалғыз бұлбұлы. Шәкен байгатындай тықыршып сәл тұрды да, оркестрге қосылып Баянауыл әнін бастап кетті. Шырқау биік үн тұла бойды шымырлатып лезде аспанға көтерілді де, біразға дейін қалықтап тұрып алды. Осынау құдіретті ән ана тұрған қаршығадай жігіттен шықты дегенге адам баласы сенбейтіндей. Шіркін, бір іркіліс болсайшы, қазақтың шырқап салатын асқақ әнін сахараның сары желіндей аңыратып қоя бергенде, тыңдаушының көкірегі кеңейіп, сарайы ашылып ақ кетеді. Шәкен бірнеше ән айтты. Ағаш аяқ, әсеттің әнін айтып болып, қыз ұзату деген күлдіргі әнмен тоқтады. Сілтідей тынып отырған жұрт ән аяқталысымен жер тепкілеп үсті-үстіне қол соғып жатыр. Әр тұстан балалардың ысқырған дауыс естіледі. Сахнаға сан рет қайта шыққан Шәкен ақыры қорланды айтып зорға құтылды. Ал қойынды қайтайық, деді Естай жолбарыстың иығынан тартып. Шәкеннің әнінен кейін басқа біреуді тыңдауға өнер көбал. Екеуі бақтың ішіндегі аллеяларды аралап келіп, бос тұрған орындыққа жайғасты. Естайдың көңілі әлі де жабырқау, көпке дейін түйіліп тіл қатпай қойды. Қанша ойламайын десе де көз алдынан ермектің менменсінген тәкаппар тұлғасы, Дүрия екеуінің қол ұстасып кетіп бара жатқан сәті елестей берді.
Ол өмірінде тұңғыш рет өз жүрегінің қай жерде тұрғанын сезді. Көкірегінің сол жақ қапталы анда-санда шымыр-шымыр етіп сыздап ауырып кетеді. «Ау, еңсеңді түсірме», деді жолбарыс оның күйзеліп отырғанын сезіп. «Неменеге қайғырасың? Қатынсыз қалам деп қорқасың ба? Қыз алдында бақталасыңды жерге қаратқаныңда аз олжа емес». Естай салбыраған басын көтеріп алды. «Сен шынымен-ақ Ермекті маған бақталас болады деп ойлайсың ба?» «Я, Дүрияның оныңда сүйетіні көрініп тұр, сылқым сері бойдағы жігіт, қаққасында мөлдіреп тұрған сұлуға қол созбай тұра ма? Тақ бір көкірегі бүтеу-біреу болмаса». Естай оның сөзін бөлбек. «Мен Дүрияны бір сірескен қус кеуді капитанның уысына кетеді деп ойламайым». «Я, менде де ондай ой жоқ», деп ақталды жолбарыс. Бірақ Ермектің мықты бақталас екені мойнында. Оғалы погонын таққан офицерді көрсе, қыздардың буыны босай қалатын білесің ғой. Жай солдаттың керек емес, офицерің болмаса деп жырлайды қазір шәуешектің қыздары. «Ай, сен оларға Дүрияны қоспа. Ол тек мен үшін жаралған, білдің бе? Дүрияға қосылмасам, маған бұл өмірдің құны бір тиын», деді Естай, жағы қарысып қалғандай кекештеніп. «Ол жайында ештеңе айта алмаймын, өйткені мен ғашық болып көрген пенде емеспін», деді жолбарыс. Осыдан кейін екі достың талайға дейін томсырайып үнсіз отырғаны білінді. Алдарынан топ-топ болып жігіттер, қыздар өтіп жатыр. Қапталдарын шекілдеуікке толтырып алып, соны шырғылдатып бара жатқан топ. Концерт аяқталса керек, жұрт сол жақтан жөңкіліп шығып жатыр. Екеу табжылмай әлі отыр. Екі-екіден тіл табысып айырылыса алмай жүрген кейбір жұптар болмаса, адам аяғы сиреп қалған. «Ай, жүр, үйге қайтайық», деді жолбарыс. «Сағат 11-ден асып кеткен шығар». Бірақ Естай қозғала қоймады. Сәлден соң олар мүлде ең қалған парктен шығып, Қарадөң жаққа қарай бет алды. Көше алакөлеңке. Әр жерден бір электр шамы жалтырайды. Кейбір қабақтар енденді жабылып, масаңдау біреулер сол маңнан сенделіп шығып жатыр. Түн тыныштығын бұзып, қаланың әр тұсынан ән келеді құлаққа. Парктен қайтқандар болса керек, қазақ әні, татар жыры бірте-бірте талмаусырап алыстап барады. Сол әнмен бірге думанды өмірдің базарда тарап бара жатқандай, қайыр бір көшеден жалғыз шырқап салған ұйғырдың зарлы әні талып жетеді.